Сәлеметсіз бе? Егер сіз қалыпты пульс, немесе жүрек соғу жиілігі қандай екенін білгіңіз келсе, менің ойымша барлығы қалыпты жағдайда минутына 72 деп есептелетінін біледі. Бірақ ол дәл 72 болмайды. Тепе-теңдікке қойылғандай, бірақ ол минутына 60 пен 100 арасында өзгереді. Дегенмен біз оны қалыпты деп санай аламыз. Егер ол 60-тан төмен түссе, біз оны синус брадикардия деп атаймыз. Егер ол 100-ден жоғары болса, біз оны синус тахикардия деп атаймыз. Бірақ бұл кейбір себептерге байланысты болуы мүмкін. Егер ол ешқандай себепсіз болып жатса, онда біз оны аритмия деп санаймыз. Сондықтан жүрек соғу аномалиясы қалай болып жатқанын мұқият қарау керек болса, әрі қарай не істеу керектігі электрокардиограмма және эхокардиограмма арқылы бағалау арқылы шешіледі. Бірақ әр көрермен білуі тиіс жақсы нәрсе, бүгінгі күні бәріне ем бар. Сондықтан уайымдамаңыз және жүрегіңіздің тез соғуына жол бермеңіз, бірақ дәрігерге барып, оны өзіңіз түзетіңіз.